Сәлеметсіздер ме? Бұл BI Академия және мен Нұрдәулет Қымбат. Бүгінгі сабақта сіздерде JavaScript мат объектісі туралы сөйлесеміз. Жоғарыда атап өткеніміздей, JavaScript-тің кейбір стандартты объектілер және функциялары анықталған. Мат объектісін және де оның әдістерін қарастырамыз. Мат объектісі ол математикалық функциялармен жұмыс істейді. Және де ал оның әдістерін функцияларды жүктеу үшін қолдануға болады. Мына әдістер осы мат әдістерінің кейбір әдістері. ABC ол абсолюттік мәнді береді. Синус, косинус, тангенс ол тригонометриялық функциялар. Лог логарифм, натуралды логарифм. Эксп экспонента, пол көрсеткіш функциясы. SQRT квадрат түбірі, мен ең аз мән, максимум ең үлкен мән. Жалпы сіз кейбір әдістер жиі, кейбір сирек пайдаланасыздар, ал кейбіреуі сізге мүлдем қажет болмайды. Мат объектісі пайдалану мысалын қарастырайық. Егер үшбұрыштың ауданы 3 қабырғасымен есептеуге сценарий жазу керек болса, ол үшін Герон формуласын пайдалану керек. Яғни S тең түбір асты P ашылған, жақша ашылған P минус A және де P минус B, P минус C. Мұндағы P тең ABC-ның бөлінісі 2-ге. Яғни S деген алаңын береді, ABC үшбұрыштың қабырғасының ұзындығын береді. Енді сіздермен жаңадан HTML файлын ашамыз. Создать қандай да бір блокнот ашайық. Кез келген 8 дей салайық или осылай ашылып тұра берсін. Оны блокнот ретінде ашамыз. Яғни бізде бұндай жүйе беріледі. Алдымен оны HTML код жазбас бұрын, алдымен оған индекс береміз. Индекс. Индекс нүкте HTML. Индекс нүкте HTML. HTML деп алайық. Және де астында тип файла деп тұр. Бұл текстовый документте тұр. Бұл бізде текст емес. Оған біз кодта жазамыз. Сол үшін C файлы қоямыз. Кодировкада HTML ауыстырмаймыз, өйстіп сохранить етеміз. Енді осы жерге HTML кодын жазамыз. Жалпы айтқанда, бұл жерде бізде сіздермен қарапайым HTML кодының басы, яғни оның аты, денесі және де скрипті берілген. Ал бұл жерге body деген жеріне біз сіздермен кодты жазамыз. Ол кодта біз яғни браузерге жібереміз. Ол браузерде бізде бірнеше ұяшықтар пайда болады. Сол ұяшықтарға беттер пайда болады. Және де олардың шешімін көрсететін батырма пайда болады. Сол батырмаға мысал келтіру үшін алдымен body бөліміне біз форма тігеміз, форманы енгіземіз. Яғни форманың аты бізде алдымен форманың атын берейік. Мысалға оны форма 3 деп берейік. Ағылшынша form name, яғни форманың аты тең жақша ашылу тырнақшаның ішінде form 3 деп алайық. Форманы ашып алдық. Одан кейін ішінде бізге арнайы беттерді енгізу керек. Бірінші бетті енгіземіз. Қарапайым қазақ тілімен жаза берейік. Бірінші бет. Бет 1. Inputқа тип кіргіземіз. Яғни ол тип бізде текстілік тип
Сол үшін тырнақшаның ішіне текст, тырнақша жабылған, және де оның размері, сайыз. Ол бізде мысалға оның размерін сразу бірден осы жерден беріп кетсе болады. Яғни тең тырнақшаның ішінде 8 деп алайық. Бұл жаңағы берілген біздің блоктың, яғни беттің несі, көлем размері. Одан кейін max length 8-ден және де 8-ге дейінгі аралық. Тең 8. Бұл жерде 8 бізде тырнақшаның ішіне алайық. Және де оның астына атын name тең тырнақшаның ішіне string 1 деп жазамыз. str 1 деп жазамыз. Және де ашылған жазамыз. Бұл бірінші амалымыз бізде дайын. Астына форма ашқаннан кейін, енді форманы сәйкесінше жабуымыз қажет. Ол форманы дәл тырнақшаның ішінде алып, жаптық. Міне осымен бірінші блокты біз жасадық. Яғни оны сәйкесінше Ctrl+S-пен сақтаймыз және де жабамыз. Осы ашылған бетті біз индекс 1 деп бізде sublime текстте шықты. Жаңағы біздің енгізген мәтініміз. Міне енгізген мәтініміз. Индекс 1 HTML мына жерде алып кетті. Қазақша бет 1. Осыны тағы да сақтаймыз. Google Chrome'мен ашып көрейік. Міне жаңа біздің жасаған кодымыз арқылы біз бірінші блокты аштық. Яғни бұл жерге кез келген. Осы жерден ары қаратай жаза беруімізге болады. Яғни осы бірнеше бетті атын жазайық. Екі деп жазайық. 3 бет жазайық. Үшке деп теңестірейік. Содан кейін жаңағы inputке біз тип береміз. Тағы да input. Input'тың типі input type. Яғни бұл жерде тең шығудан кейін. Осын тағы да біз сақтап аламыз да. Енді браузерден Google Chrome'нан қараймыз. Осы арқылы сіздер сайт жасай аласыздар. Сонымен қоса бізде қандай да бір JavaScript'тің скриптісіне қойылатын, оны бұлай жасаймыз. Жаңадан файл ашамыз. Бұл файлды атын сақтаймыз. Яғни бізде string JS JavaScript string.
Өйтіп сақтаймыз. Осы стрингке біз оның функцияларын енгізетін боламыз. Оның функцияларын мына функциялар мына жерде жүзеге асырылады. Функция берілген. Жаңағы мына жердегі функция of triangle form, үшінші форманы. Бұл жерден жаңадан var аштық. Var'дың ішіне бір, яғни стрингтердің 3-ке дейінгі көлемі. Жаңағы мен сіздерге ең басында көрсеткен формула бар еді. Герон формуласы болатын. А басыды бөлінген 2 мат сквертті, яғни матқа қойылатын әдістерді пайдаланып тұр. Және де var s-ге бізге толығымен формуланы көрсетіп тұр. Герон формуласына қолданамыз деп айттық. Яғни осы арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі сабаққа осы. Сіздермен болған Нұрдәулет Қымбат және де BI Академия.